Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен ана тіл оқулығындағы 52-ші, 53-ші, 54-ші сабақтар, яғни 90-дық жиынтық бағалау, мазмұндама, қайталау сабақтарын өтетін боламыз. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Дән. Балапан есік алдынан жалғыз дән тауып алады. Ол өте қайырымды еді. Тапқанын бауырларымен бөліске салатын. Дәнге қараған ол аз-кем ойланды. Дән өте кішкене, оны жеп алсам, қалғандары қайтеді? Одан да дәнді бір жерге апарып тығайын. Тағы дән іздейін дейді ішінен. Балапан дәнді ауланың бір бұрышына көмді. Күз келді. Балапан жерге көмген дәннің өсіп тұрғанын көрді. Масағында көп дән бар екен. Бұған балапан қатты қуанды. Бұл мәтіннің авторы Гүлбаршын Әзімбаева. Масақ дегеніміз не, балалар, білеміз бе? Масақ дегеніміз бидайдың дәнді басын айтамыз. Жарайсыңдар. Балапан не тауып алды, балалар? Дұрыс, дән тауып алды. Ол дәнді не істеді? Дән өте кішкентай екен. Оны жеп алсам, қалғандары не жейді деп, дәнді бір жерге апарып тығайын деп, дәнді бір бұрышқа апарып көміп кетеді. Күз келген кезде, күзде балапан не көрді, балалар? Күзде дән қандай болып өсіп кетіпті? Балапан жерге көмген дәннің өсіп тұрғанын көрді. Масағында көп дән бар екен. Оған балапан қатты қуаныпты. Балалар, енді бұл өлең бе, әлде ертегі ме? Дұрыс айтасыңдар, бұл ертегі. Жақсы, олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз деді. Бала мектептен келе жатты. Ол жолда кірпіні көрді. Бала оны үйіне әкелді. Оған сүт берді. Сөйлемдегі сөздерге сұрақ қойып, олардың қалай байланысып тұрғанын анықтайықшы. Бала қайдан келе жатты? Дұрыс, мектептен келе жатты. Кім келе жатты? Бала келе жатты. Яғни сұрақ қою арқылы сөздер байланысып тұр ма, соны анықтаймыз. Ол жолда кірпіні көрді. Ол нені көрді? Кірпіні көрді. Қайда көрді? Жолда көрді. Бала оны үйіне әкелді. Кім әкелді? Бала әкелді. Қайда келді? Үйіне әкелді. Оған сүт берді. Не берді? Сүт берді. Кімге берді? Оған берді. Жақсы, екінші жаттығуымыз түсінікті болса, үшінші жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып жаз. Мына жерде керекті сөздер берілген. Қазақстан, бейбітшілік, көркейе берсін деген осы сөздерді орнына қоямыз. Біздің отанымыз Қазақстан. Еліміз көркейе берсін. Бейбітшілік жасасын. Жақсы, балалар, осы сөздерді орнына қойып, әдемелеп көлденеңнен көшіріп жазамыз. Сөйлемнің бірінші сөзін қандай әріптен бастап жаздың? Жарайсың, бас әріптен бастап жазамыз. Сөйлем соңына қандай тыныс белгісін қойдың? Жарайсың, леп белгісін қойдың. Яғни сөйлемнің тыныс белгілерін дұрыс қойып, бірінші тұрған сөзді бас әріптен бастап жазамыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз.